Мен кішкентай кезде биші болған бишілерді жақсы көретін едім. Теледидардан тек қана соларды көретін едім. Олардың қимылдары маған өте қатты ұнайтын еді. Алайда мені анам балетке беріп қойды. Ол маған мүлдем ұнамайды, және де оның іс-қимылдары да мүлдем ұнамады. Мен оны қаламадым. Және мен балабақшада болған кезде мұғалім өлең айтатын, ал қалған балалар билеп отыратын. Ал мен болсам билемейтін едім. Себебі бұл музыкада маған би де мүлдем қатты ұнамады. Мен 6-шы сынып оқыған кезде бөлмемде ютубтан хип-хоп биін үйрене бастадым. Және де оны билегенде менде күшті әсер болды. Және бөлмеме әкем кіріп қалғанда мен кітап оқып жатқандай болатын едім. Ал ол шығып кеткенде биді қайта жалғастырдым. Және дискотекада менің жүрегім айныды. Және де қалған адамдардың бәрі маған қарап қалды. Және 8-ші сыныпта бізде би қойылымы болды. Және де Джейк деген бала өте күшті билейтін еді. Ол күшті билейтін еді, оған ешкім ілесе алмады. Мен 2-ші этажда тұрдым. Диджей музыка қосты, ал Джейк билей бастады. Қыздардың бәрі оған ғашық болды. Ал балдар оған мүлдем ілесе алмады. Диджей бұл баламен кім қосылады деп сұрады. Және мен өзімнің құрбыма айттым. Мен шықсам қалай болады дедім. Және құрбым жайлап артымнан келіп мені итеріп жіберді. Мен көп адамдардың назарында болдым. Және мен ютубтан үйренген биімді билей бастадым. Және де оларға қатты ұнады. Себебі бұндай кішкентай баладан бұндай биші шығады деп ойламады. Және мен мектептің бишісі болдым. Мен қай жерде жүрсем де, мектепте, коридорда, қай жерде жүрсем де биді жақсы көрдім. Егер сен алдыңа мақсат қойсаң, соған жетесің. Сіздерге рахмет, лайк басып, каналға жазылғандарыңыз үшін. Егер де сізге видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетеміз. Және де сіздермен болған мисс